Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менімен бірге осындай өте оңай жасалынатын браслет түрін үйреніп тоқып көрем десеңіздер, видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар міне 2-3 түрлі осындай моншақ, бірақ мына үлкен дәу көк моншақты қолданбаймын, жетпей қалса ортасында қосып жіберемін. Және көк түсті бисер, застежка, леска және қайшы, одан кейін бисердің инесі қажет. Сіздер өз қалауларыңызға қарай бисердің түрін және түсін де таңдап аласыздар, және моншақтардың да кез келген түрін және түсін пайдалана беруге болады. Ең алдымен осылай ұзын лесканы инеден өткізіп дайындап аламыз. Ең алдымен бір моншақ, бір бисер, бір моншақ, бір бисер, бір моншақ, одан кейін 3 бисер аламыз да жіптің лесканың соңына қарай алып келеміз. Лесканың соңында кішкене жіп қалу қажет, қалдырасыздар. Одан кейін осылай 2-3 түйіп байлап аламыз, яғни қаттырақ түйіп байлаған дұрыс. Осылай 3-ке түйіп байласақ жеткілікті. Одан кейін инемізді аламыз да осы шыққан домалақ моншақтардан және бисерлерден ешқайсысын қалдырмай бір айналдырып өтіп шығамыз. Мен сияқты осылай өткізіп шығасыздар. Одан кейін 3 бисердің тек 2 бисерінен ғана жоғары қарай шығып, осылай жоғары инемен өткізіп аламыз. Одан кейін 5 бисер аламыз да сол инеміз шығып тұрған, яғни жібіміз шығып тұрған бисерден қайтадан төменнен жоғары қарай өтіп шығамыз. Енді сол алынған 5 бисерден айналдыра өтіп шығамыз, яғни қаттырақ өзінің формасын келтіру үшін осылай өтіп шығамыз. Барлық бисерлерден жоғары өтеміз. Одан кейін бисерден және моншақтан, одан кейін жоғары жақтағы бисерден осылай инемен өтіп шығамыз. Одан кейін бір моншақ, бір бисер, бір моншақ, бисер және моншақ аламыз да шығып тұрған бисерден қайтадан төменнен жоғары қарай өтіп шығамыз. Сосын сол алынған моншақпен бисерден бірінші моншақ және одан кейінгі бисерден осылай жоғары қарай өтіп шығамыз. Ары қарай бір моншақ, бисер, моншақ, бисер, моншақ аламыз да сол бисерден қайтадан төменге қарай өтеміз. Ары қарай бірінші тұрған моншақ пен бисерден, одан екінші тұрған моншақ пен бисерден инемен өтіп шығамыз. Сосын бір моншақ, бисер, моншақ, бисер, моншақ аламыз да сол бисерден қайтадан төменнен жоғары қарай өтіп шығамыз. Енді бірінші бисерден, яғни моншақтан, одан кейін бисерден жоғары қарай инемен өтіп шығамыз. Одан кейін бір моншақ, бисер, моншақ, бисер, моншақтан аламыз да осылай бисерден өткіземіз. Одан кейін моншақтан, бисерден және одан кейінгі де моншақтан және бисерден инемен өтіп шығамыз осылайынан. Сосын тек қана бір моншақ аламыз да мына тұрған бисерден осылай өткіземіз. Осындай болып шығады. Ары қарай бір моншақ, бір бисер, бір моншақ аламыз да ортасындағы, 2 моншақтың ортасында тұрған бисерден өтіп шығамыз осылай. Одан кейін жанындағы моншақтан және бисерден инемен өтіп шығамыз жоғары қарай. Енді қасындағы одан кейінгі де моншақтан өтіп шығып, соңында мен инемен көрсетіп тұрған бисерден осы жерден шығу қажет, яғни инемен осылай айналдыра барлық бисерлерден және моншақтардан өткізіп шығамыз. Одан кейін бір бисер, бір моншақ, бір бисер, бір моншақ, бисер және моншақ аламыз да, яғни бірінші қатарын тоқып шықтық. Кішкентай моншақтың орнына мен бұл жерде тасты қолдандым.
осылайынан қайтадан шығып тұрған бисерімізден жоғары қарай қайтадан айналдырып шығамыз. Одан кейін бисерден және моншақ бисерден жоғары қарай қайтып шығамыз. Мінекей. Одан кейін моншақ, бисер, моншақ аламыз да сол шығып тұрған бисерден қайтадан төменнен жоғары қарай өтіп айналдырып шығамыз. Одан кейін моншақ пен бір бисерден осылай жоғары қарай шығамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бір моншақ, бір бисер, бір моншақ, бір бисер, моншақ аламыз да сол бисерден қайтадан осылай қайтадан төменнен жоғарыдан төменге қарай өтіп шығамыз. Одан кейін моншақ пен бисерден инемен осылай өтіп шығамыз. Одан кейінгі де бисер мен моншақтан осылай өтіп шығамыз. Одан кейін моншақ, бисер, моншақты аламыз да сол шығып тұрған бисерден қайтадан айналдырып өтіп шығамыз да қаттырақ тартып түзетіп аламыз. Содан кейін моншақ пен бисерден жоғары қарай инемен өтіп шығамыз. Жоғары қарай өтеміз осылай қаттырақ тартып, қаттырақ болғаны дұрыс. Қаттырақ тартамыз. Ары қарай енді бізге одан кейін моншақ, бисер, моншақты аламыз да сол шығып тұрған бисерден қайтадан өтіп шығамыз. Одан кейін моншақ пен бисерден, одан кейін жанындағы да моншақ пен бисерден төменге қарай өтеміз. Мінекей осындай болып шығады. Ары қарай бір моншақты аламыз да мына тастың ортасындағы бисерден төменге қарай өтіп шығамыз. Одан кейін бір моншақ, бір бисер, бір моншақ аламыз да екі моншақтың ортасындағы мына бисерден төменге қарай өтеміз. Түзетіп дұрыстап аламыз да ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін жанындағы келесі тұрған моншақтан және бисерден осылай өткізіп аламыз. Тартып түзетеміз. Одан кейін келесі тұрған моншақтардан айналдыра өтіп шығамыз. Яғни дәл ортасына тұрған бисерден шығамыз. Осылай моншақтардан және бисерден моншақтан өтіп алып, соңындағы тұрған бисерден осылай ортасына шығамыз. Үшінші қатарды бастаймыз. Ол үшін моншақ, бисер, бисер және бір моншақ аламыз да шығып тұрған бисерімізден қайтадан айналып өтеміз. Одан кейін моншақ пен бисерден жоғары қарай инемен өтіп шығамыз. Сосын тағы моншақ, бисер, моншақты аламыз да шыққан бисерімізден қайтадан айналып өтеміз де моншақ пен бисерден инемен өтіп шығамыз. Сосын тағы да моншақ, бисер, моншақты аламыз да сол шыққан бисерімізден қайтадан айналып өткіземіз. Одан кейін моншақтан және бисерден өтеміз. Жанындағы тағы моншақ пен бисерден инемен өтіп шығамыз. Одан кейін тағы да қайталаймыз, яғни моншақ, бисер, бір моншағымызды, бір бисер және бір моншағымызды алып, шыққан бисерден қайтадан айналдырып өтіп шығамыз. Одан кейін моншақ пен бисерден осылай инемен өтіп шығамыз. Яғни достар, қарап отырсаңыздар, барлығы қайталанып шығады. Ары қарай моншақ, бисер және бір моншағымызды аламыз да сол шыққан бисерімізден қайтадан өтіп шығамыз. Өте оңай жасалынады, бәрі қайталанып жатыр. Енді бізге моншақ пен бисерден өтіп шығамыз. Енді бір моншақты аламыз. Мына екі моншақтың ортасына тұрған бисерден төменге қарай өтіп түсіп аламыз да дұрыстап өзінің формасын келтіріп қаттырақ тартамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізге бір моншақ және бір бисер, бір моншақ қажет. Одан кейін екі моншақтың ортасындағы бисерден осылай төменге қарай өтіп шығамыз. Қаттырақ тартып, ары қарай сол шыққан бисеріміздің жанындағы моншақтан және одан кейінгі бисерден
осылай өткізіп шығамыз. Енді бізде осымен 3-ші қатар аяқталады. Ол үшін мінекей осы барлық бисерлерден және моншақтардан инемен осылай өткізіп шығамыз. Яғни достар, осымен 3-ші қатарды аяқтадық. Ары қарай жалғастыру үшін өзімізге қажетті ұзындықты тоқып алу үшін қолымызға өлшеп көреміз. Яғни менде осындай 7 қатар тоқыдым. Сіздер өздеріңіз қолдарыңызға тоқып ары қарай жалғастыра бересіздер. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ал достар, міне мен өзіме қажетті 7 қатарды тоқып шықтым. Қолымызға өлшесек болады, өлшеп көрсек. Мен 7-ші қатарда мынадай моншақтар таусылып, яғни жетпей қалды. Басқаша, яғни көк түсті екінші түрлі моншақпен тоқып шықтым. Мінекей осылай өлшеп шықсаңыздар болады. Енді бізге тек қана застежкаларын тағу ғана қалды. 5 бисер аламыз да шыққан бисерімізден төменнен жоғары қайтадан өткізіп шығамыз. Ары қарай алынған 5 бисерден осылай айналдыра өткізіп шығамыз. Инемен қаттырақ болу үшін, яғни өз формасын ұстап тұру үшін. Одан кейін застежкамызды тағатын боламыз. Застежканың ортасынан осылай өткіземіз де, ары қарай келесі бисерден өткіземіз. Менде мына жерде застежканың ортасынан бір-ақ рет өткіздім. Негізінде 2 рет өткізген дұрыс. Кейін үзіліп кетпес үшін осылай қаттырақ 2 рет өткізіп аламыз да, ары қарай жалғастырамыз. Яғни достар, енді тек қана бізге артық жіпті кесіп тастау ғана қалды. Ол үшін осылай бисерлермен, яғни моншақтардан айналдыра өткізіп шығамыз да, артық жіпті кесіп тастаймыз. Моншақтардан, бисерлерден осылай өткізіп шығасыздар. Тура мен сияқты. Одан кейін 2-3 қайтарып түйеміз де, қаттырақ тартып артық жібін кесіп тастаймыз. Одан кейін жіпті кескеннен кейін зажигалканың көмегімен күйдіріп тастасақ болады қалған жіпті. Ал енді екінші жағында дәл солай жасаймыз. Мына тұрған 5 бисерден өткізіп аламыз да, застежканың екінші темірін, яғни домалақ темірін тура алдындағыдай етіп айналдырып тоқып шығып артығын кесіп аласыздар. Ал достар, мінекей осылай 2 жағының застежкаларын тоқып алдым. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.